Сәлем достар! Бүгін біз қазақ YouTube әлеміндегі ең танымал екі ютуберді салыстырамыз. Олар Жаконай мен Усатик. Екеуі де керемет, екеуі де ойын ойнап қызықты видеолар түсіреді. Бірақ сұрақ біреу, қайсысы мықтырақ? Достар, егер сіз Жаконай мен Усатикті ұнатсаңыз, менің арнама жазылып лайк басып кетіңіз. Себебі осы ютуберлер туралы менде тағы да видеолар шығатын болады. Комментарийда қалдырып кетіңіз, кімді қолдайсыз? Онда бастайық. Алдымен екеуінің арнасын қарастырайық. Жаконай арнасында 182 мың жазылушы бар. Ол 200-ден астам видео түсірген. Ал Усатикте 182 мың жазылушы бар. Бірақ видеосы аздау, бар болғаны 45. Демек, видеосының саны бойынша 1 балл Жаконайға. Өйткені ол жиі видео салып тұрады, белсенді. Есеп, Жаконайда 1, Усатикта 0 балл. 0. Контент түрі. Жаконай көбіне Roblox ойынын нақтырақ айтқанда Brookhaven әлемін түсіреді. Онда отбасылық, достық және махаббат туралы хикаялар көрсетеді. Мысалы, ұлым маған папа болды немесе бай мен кедей қыз деген видеолар бар. Бұл видеоларда кішкентай көрермендерге арналған жылы оқиғалар көп. Ал Усатик болса, Майнкрафт ойында ойнап, күлкілі сериалдар түсіреді. Мысалы, оның Нубик дос атты сериясы бар. Өте танымал. Онда Нубик, Гаулем, зомби сияқты кейіпкерлер бар. Әрқашан бір қызық оқиғаға болады. Усатиктің контенті шытырман, күлкілі және энергияға толы. Бұл раундта екеуі тең. Жаконай эмоция мен драма, Усатик күлкі мен экшн. Есеп, Жаконайда 2 балл, Усатикте 1. Көрерменмен байланыс. Жаконай көрермендермен жиі сөйлеседі. Телеграм сілтемесін қояды және достар пікір жазыңдар деп шақырады. Кейде көрерменнің комментін видеоға сюжетке қосып жібереді. Усатикте байланыс орнатады, бірақ ол көбіне сериал түрінде болғандықтан тікелей байланыс аздау. Сондықтан бұл бөлімде Жаконай жеңді. Есеп, Жаконайда 3, Усатикте 1. Қаралым мен танымалдылық. Енді қаралым санына қарайық. Жаконайдың видеолары орташа есеппен 100 мыңнан 400 мыңға дейін көрілім жинайды. Усатиктің Нубик дос сериалдары кейде 400 мыңға көп көрілім алады. Демек, қаралым жағынан Усатик алда. Есеп, Жаконайда 3, Усатикте 2. Видеолардың ұзақтығы мен сапасы. Жаконайдың видеолары шамамен 10-25 минут. Ал сюжетке көп мән береді. Әр кейіпкер сөйлейді, музыка мен эмоция жақсы қойылған. Усатиктің видеолары 8-10 минуттай, бірақ монтаж жақсы. Майнкрафтта бәрі қозғалыста, кадрлар жиі ауысады, көзге тартымды. Видео сапасы мен монтаж жағынан Усатикте 1 балл. Есеп, Жаконайда 3, Усатикте 3. Екеуі де тең-тең келе жатыр. Кім жеңеді деп ойлайсыз? Комментарийда жазыңыз. Аудитория және әсер. Жаконайда көбіне қыздар мен жасөспірімдер көреді. Оның видеолары жылы, жүрекке жақын. Усатикті көбі ұл балалар көреді. Майнкрафт ойыны жақсы көретіндер. Бірақ екеуіне де бір ортақ жері бар. Екеуі де қазақ балаларын қуантатын таза көңілді контент жасайды. Бұл бөлімде екеуіне де балл беріледі. Есеп, Жаконайда 4, Усатикте де 4. Идея мен креатив. Жаконайда өз видеоларын сериал сияқты жасайды. Кейде алғашқы махаббат сияқты бірнеше бөлімнен тұратын үлкен оқиғалар түсіреді. Ол әр оқиғаны ойлап табады, әр кейіпкер мінезі бар. Усатиктің идеялар ерекше. Ол Майнкрафт әлемін кино сияқты етіп көрсетеді. Кейіпкерлері күлкілі. Әр серияда жаңа шытырмандар бар. Бірақ креатив жағынан Жаконай сәл көбірек еңбектенеді. Өйткені оның сюжеттері өмірге жақын және түрлі тақырыпта. Есеп, Жаконайда 5, Усатикте 4. Белсенділік. Жаконай апта сайын бірнеше видео салады. Ал Усатик кейде бір айда 1-2 видео ғана шығарады. Белсенділік ютубта маңызды нәрсе. Жаконай бұл раундта алға шықты. Есеп, Жаконайда 6, Усатикте 4. Міне достар, біз екі мықты ютуберді салыстырып шықтық. Жаконай Roblox әлемінің ханшайымы, Усатик Майнкрафт әлемінің патшасы. Екеуі де қазақша ойын контентін дамытып жүрген керемет адамдар. Жаконай эмоция, махаббат және хикая әкелсе, Усатик күлкі, экшн және шытырман оқиға сыйлайды. Ал қайсысы мықты деп ойлайсыңдар? Пікірге жазыңдар. Кім көбірек лайк жинаса, сол жеңімпаз болсын. Достар, бұл ойында Жаконай жеңді, бірақ та екеуі де біз үшін тең. Қош, сау болыңдар.
Султанус, Султанус, таранаға жазы лайк бас. Султанус, Ютубер красавчик.